Ал енді ауызашарға келетін болсақ, сол жылына бір рет болатын осы мерекеде адамдар дайындалып, бар тыққанын шығарып, дастарханға қойып жататын дүниеміз бар. Енді қазіргі уақытта ауызашарды да бүйтіп істеме, мынаны да бұлай істеме, бәрін ысырап қылма дей берсек, өзі бара-бара мен өзім ойлаймын, біз бір-бірімізге кіріп шығудан қалатын шығармыз. Иә, шариғаттың берік шеңбері бар. Иә, оған сөз жоқ. Бірақ біз мынаны түсінуіміз керек, қонақта ысырап болмайды. Қонақты күту керек. Қонаққа қонақ жайлылығымен әлемге танылған еліміз біз. Сонау ең бірінші Ибрахим пайғамбар Абу Дайфан дейді, қонақ күтушілердің әкесі болса, біздің қазақ халқына сол бабамыздан дарыған ұлы қасиет бар. Қонақ жайлығы ерекше, жалғыз атын сойып берген еліміз. Аш болып отырса, өзі жемей қонағын жегізген еліміз. Сондықтан енді жылына бір келетін оразада меніңше бұны санаудың аса қажеті жоқ шығар. Бірақ 500 адамдап, 1000 адамдап шақырып, мен берем деп шашылудың әлбетте қажеті жоқ. Осы орада нені айтқым келіп тұр, мынау кейбір басшылардың ауызашар берем деп өзінің қарамағындағы, өзіне тәуелді болған адамдарды шақырып, онымен жай қоймай бір тамада жалдап, ол тамалда бас болып, молдасы қос болып, сол бастықты басеке сіздікі қабыл болсын, қалғаныкі не болса болсын, әйтеуір сіздікі қабыл болсын дейтін болсақ, әлбетте бұл шектен шығу болады.